Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін біз строительный кітапхана филиалы сіздермен біргілікте қашықтықтан хабарлама арқылы өмір, денсаулық, табыс сенің таңдауың, жизнь, здоровье, успех твой, выбор атты ақпараттық іс-шара өткізгелі отырмыз. Дені сау адамның көңілі шат, ол бақытты. Денсаулық зор байлық. Денсаулық болса бәрі де болады. Олай болса, деніміз сау, құрыш білекті, алып жүректі, қайсар да қайратты, ұқыпты да әдемі қазақ азаматтары болу үшін адам денсаулығына не қажет деп ойлайсыңдар? Олар шымыр, білімдік, дамытушылық, тәрбиелік. Шымыр болу үшін спортпен шұғылдану керек. Білімді оқушылардың зиянды заттардан аулақ болу туралы білімдерін тереңдету. Дамытушылық өзара ой бөлісу, ойлау қасиеттерін дамыту. Тәрбиелік салауатты өмір салтына және имандылыққа тәрбиелейді. Өмір дегенің дос жаранға қамқор болу, саныңды торлаған тұманды, шуақты қуанышқа ауыстыра білуің. Қызғаныштың отын бүркіп, сенім үдесін шығуға білу. Уәделі сөздеріңе берік болуың. Кісінің сыртқы емес, ішкі болмысына үңіліп қадірлеу. Ең бастысы өзгеге жақсылық тілеуші бола білу. Спортты серік етіп, өнер мен білімді сүйіп, жақын тұтқан адам адамгершіліктің биік сатысынан көріне алады. Егер табысқа жеткіңіз келсе, мына 6 кеселден бойыңызды аулақ ұстаңыз. Маубастық, ашушаңдық, уақытты босқа өткізу және жасқаншақтық. Құрметті оқырмандар, біздің строительный кітапхана филиалынан денсаулық туралы мынандай кітаптарды алып оқи аласыздар. Жазушы Крамскихтің «Воздух закаливает и лечит» атты кітапшасында ауаның адам ағзасына келтіретін маңызы, балаларды ауамен қалай денсаулығын шымырлатуға болатыны жайлы, оның адам ағзасына келтіретін әсері жайлы тәжірибелер жарияланған. Кітап студенткинің «Книга о здоровье детей» атты кітабы ата-аналарының баланы туғаннан күннен бастап қалай денсаулығын сақтау керек екенін, оларды емдеу, өсу қабілетін арттыру, аурудан сақтау ережелері жазылған. Кандидат медицинских наук Сергеевтің «Курорт без курорта» кітапшасында қарапайым түрде отбасымен бірге қалай демалыс күндерін өткізуге, демалу арқылы денсаулықты қалай шымырлатуға, денсаулықты сақтау керек екенін үйретеді. Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Есірткі, нашақорлық азаматты жұтатын аждаһар екенін бір сәт естен шығармайық. Өміріміз өз қолымызда. Темекінің зияны. Ас қортуға, асқа деген тәбетті қайтарады, тісті сырғайтып, ауызды сасытады. Асқазанда жара пайда болады. Ерін, тіл және өңі шарағына жол ашады. Алкоголь. Алкоголь еліктегіш ішімдіктің зияны темекіден де күшті. Арақтың уы қанға тез сіңіп, ағзаға тез таралады. Жүрек пен қан тамырларының жұмысын бұзады. Есірткі. Есірткі грек тілінде ұйқы мағынасын білдіреді. Құрамында мастандыратын, ашуландыратын заттар бар. Адамның орталық жүйке жүйесіне әсер етіп, рухани және физикалық тепе-теңдікті бұзады. Нашақорлық. Нашақорлық қауіпті дерт. Есірткіге тәуелді адам онсыз тұра алмайды. Олар нашақорлыққа беріліп кетсе, оны емдеу қиын. Денсаулық сақтаудың ережелері. 1. Ерте тұру. 2. Орта тазалығын сақтау. 3. Дене шынықтыру. 4. Дене тазалығы. 5. Сергектік. 6. Артық тамақ ішпеу. 7. Көп ұйықтамау. Табиғаттың адам баласына сыйлаған басты байлығы, денсаулықты сақтаудың басты жолдары зиянды жат қылықтардан аулақ болып, салауатты өмір сүру екендігін ұғындық. Балалардың бойына адами игі қасиеттерді қалыптастыруға, денсаулықтың қадірін түсіне сақтай білуге,
тазалыққа, ұқыптылыққа, әдептілікке баулып, үлкен азамат болу өсуіне тілектеспіз. Салауатты өмір салты дегеніміз не? Ол жеке бас гигиенасын сақтау, спортпен шұғылдану, күн тәртібін орындау, ішімдік ішпеу, шылым шекпеу, нашақорлықтан аулақ болу. Оқырмандар, сіздер денсаулық бірінші байлық екенін түсіне отырып, салауатты өмір салты жайлы білімімізді арттыра отырып, зиянды заттар мен әдеттердің адам ағзасына тигізетін әсерін біле отырып, өз денсаулығымызды жауапкершілікпен қарап, денсаулықты сақтауға, тазалыққа, ұқыптылыққа, әдептілікке баулып, үлкен азаматтар болуымыз керек.